Ұлы Қытай қорғаны. Оны не үшін салғанын білесің бе? Ұлы дала төрінде желмен жарысқан әскері бар көне көшпенділер хуннулардан қорғану үшін салған. Қытай секілді қуатты мемлекетті алып қорған тұрғызуға мәжбүр еткен кім? Қайдан келді? Қайда кетті? Еуропаны қалай басып алды? Неліктен түркілер, моңғолдар мен мажарлар әлі күнге оларды өздерінің арғы атасы санайды? Бұл жолы біз хунну мен ғұндар туралы ең маңызды деректерді баяндаймыз. Тұра тұр, бұл екеуі бір ұғым емес пе? Кішігірім дисклеймер. Тарихшылар әлі күнге дейін ортақ байламға келмеген бір жайт бар. Қытаймен соғысқан хуннулар мен Еуропаға лап қойып, Рим империясын қыспақ қалған ғұндар бұл екеуі бір тайпа ма, әлде қалай? Әйтсе де бұл сұрақ біз үшін хуннулардың кім екенін және олардың ғұндарға ұқсастығын талдауға кедергі бола қоймайды. Хунну мен ғұндар. Жүздеген жыл бойы хунну атты халық Қытайға жорық жасап тұрды. Олар негізінен көшпенділерден құралған тайпалар одақ еді. Тілі кейде түркішеге, кейде моңғолшаға ұқсайтын. Ал күш-қуаты теңдессіз болған. Хунну шапқыншылығын тоқтату үшін Қытайлар ғаламат жоба алып қабырға тұрғызуға кіріседі. Кейін біз оны Ұлы Қытай қорғаны деп атап кеттік. Бірақ ол да хуннуларға кедергі бола алған жоқ. Олар Қытаймен 400 жыл бойы соғысып, кейде жеңіске жетіп отырды. Тіпті Қытайға салық салған кездерде болған. Біле білсең, Шыңғысханның өзі хунну билеушілерін біздің ұлы бабамыз деп дәріптеген. Алайда кейін хуннулардың өз ішінде алауыздық басталды. Қытайға ену қиындай түсті. Ақыр соңында бірлігі ыдырап, әр тарапқа тарады. Бір бөлігі батысқа, яғни қазіргі Қазақстанға қарай көшті. Мұнда олар түркі және иран тілді халықтармен көршілес тұрды. Кейбірімен одақ құрса, енді бірін бағындырды. Зерттеушілердің айтуынша, дәл осы қазақ даласындағы хуннулар біртіндеп ғұндар деген атпен белгілі бола бастаған. Қытайдан кейін Еуропаға жеткенше арада 200 жыл өткен. Дөп басып айту қиын, алайда мынадай бір қызық дерек бар. Хунну да, ғұндар да бірдей қазанда ас дайындаған. Сеніңше бұл сәйкестік пе? Еуропадағы ғұндар. Ғұндар Еділ өзенінің бойында 2-ші ғасырда орныға бастады. Ал Еуропаға үлкен жорығы 370 жылдан бастау алды. Әуелі аландарды талқандады, сосын герман тайпаларына соққы берді. Көп ұзамай Қара теңіз маңы мен Кавказды бағындырды. Осылайша қуатты ғұн мемлекеті тарих төріне шықты. Ғұндардың басым көпшілігі көшпенді болды. Киіз үйде тұрды. Бірақ ақсүйегі өзгеше өмір сүрді. Ағаштан сарай тұрғызып, елшілерді сән салтанаты келіскен залдарда қабылдады. Ғұндардың негізгі күші әрине әскер болған. Салтатты жауынгерлері шапшаң әрі темір тәртіпке бағынатын. Олар садақпен, арқанмен және қылышпен қаруланды. Соғыста түрлі айла тәсілге жүгінді. Мәселен, жаудан қашқандай сыңай танытып, қайта айналып келіп жауды қоршап алып, садақтан оқ жаудырды. Кейін дәл осы әдісті моңғолдар да қолданды. Ғұндар тек шапқыншылықпен айналысқан жоқ. Шебер инженерлері катапульта, қорған бұзар мұнаралар тұрғызды. Сондықтан да Рим мен герман тайпаларының жаяу әскері қуатты соғыс машинасына қарсы тұра алмады. Айбарлы Атилла. Ғұндардың құдіретін күшейткен көсем Атилла. Оның нақты туған жері белгісіз. Бір деректерде ол түркі текті делінеді. Еділдің бойында дүниеге келуіне байланысты Атилла есімі берілген деген дерек бар. Әкесінің де, ағасының да, балаларының да есімі түркіше. Еділ қағанға дейін ғұн мемлекеті ірі болғанмен әлсіз еді. Тайпалар арасында ынтымақ жоқтын. Ол ағасы Бледамен бірге ғұндардың басын біріктірді. Бірі шығысты, бірі батысты биледі. Кейін ағайындар арасында алауыздық туып, Бледа қаза тапты. Сонан соң Атилла ғұндарды жалғыз өзі биледі. Бас аяғы 13 жылда ғұндар мен өзге түркі тайпаларымен қоса германдардың бір бөлігін бағындырып, Рейннен Еділге дейін аралықта алып империя құрды. Атилланың айбарлы болғаны сонша, көзі тірісінде аңызға айналды. Марс құдайының қылышын тауып алған, оны ешкім жеңе алмайды деген әңгімелер тарады. Билік пен атақтың шыңына жетсе де, Атилла қарапайым өмір сүрді. Киімі кәдімгідей, қаруын да алтынмен аптамады. Салтанатты дастархан басында қонақтарына күміс ыдыспен ас тартылса, Атилла ағаш табақтан жей беретін. Ел жұрт одан сескенді. Дүниені дүр сілкіндіру үшін жаралған деп сүйсінді. Расымен солай болды. Римге жеткен ғұндар. О заманда ұлы Рим империясы батыс пен шығыс Рим деп екіге бөлінген. Екеуі де герман тайпаларының шабуылынан әлсіреген, әсіресе батыс бөлігі. Императордың билігі әлдеқашан әлсіреп, Рим қолбасшылары мен герман көсемдері таққа таласып жатты. Осы аласапыран шақта тарих төріне ғұндар көтерілді. Римдіктердің күйзелісін елестет. Атилла шығыс Рим империясы қалаларын талқандады.
астанасы Константинопольді қоршауға алуға таяды. Ал Константинополь қазіргі Лондон немесе Нью-Йоркпен тең қала болған еді. Рим императоры ғұндарға орасан салық төлеп әрең құтылды. Бірақ бұл да Атиллаға аздық етті. Ол батыс Римнің бай аймағы Галлияға басып кіріп, герман мен римдіктерді батысқа қарай ығыстырды. Бірақ күтпеген жағдай болды. Хас-жаулар күш біріктіріп 451 жылы ғұндарға қарсы шайқасқа шықты. Бұл адамзат тарихындағы ең ірі әрі қанды соғыстардың бірі. Кейін ол халықтар шайқасы деп аталып кетті. Өйткені екі жақта да жүздеген тайпаның сарбазы шейіт кетті. Себебі ешкім жеңіске жеткен жоқ. Ал Атиллаға уақытша шегінуге тура келді. Көп ұзамай оның әскері Римге бет алды. Қаланы үрей биледі. Рим папасының өзі шығып, Атилланы қарсы алды. Олардың не жайында сөйлескенін ешкім білмейді, бірақ сол жолы Атилла Римді басып алудан бас тартты. Ғұндар жауыз болған ба? Зәре-құты қашқан римдіктер ғұндар туралы небір сұмдық аңыз ойлап тапты. Олар мыстан мен жыннан туғандар деді. Тағы бірі, бала күннен бетін отқа қызған темірмен күйдіргендіктен сақал шықпайды деген қауесет таратты. Христиан діндарлары Атилланы ақыр заман белгісі ретінде суреттеді. Европада Атилла да, ғұндар да жабайылықтың синониміне айналып, сахналарда, операларда, суреттерде солай бейнеленетін болды. Мулан мультфильмін көрген шығарсың. Онда Қытай империясына қарсы шыққан қатыгез хуннулар бейнеленген. Басты қарсылас Шаң Ю. Бұл образ түгелдей дерлік шығыстан шыққан қорқынышты варвар деген европалықтардың Атиллаға берген сипаттамасын қайталайды. Шындығында ғұнда, хуннуда жабайы болмаған. Олар ғасырлар бойы дәурені жүріп тұрған қуатты мемлекет құрды. Ақ сүйегі жібектен киім киіп, қолөнершілері әсем әшекей жасады. Ал Қытай патшалары қыздарын хунну қағандарына қосты. Римдіктердің айтуынша ғұндар латын, парсы, герман тілдерін білген, әрі өзге мәдениетке құрметпен қараған. Бір деректе Атилланың сенімді серігі Онегисидің сарайдағы монша құрылысына мәрмәр тас алдырғанын айтылады. Соған қарағанда Атилла да Рим моншасын ұнатқан сияқты. Бастысы Атилла европалықтардың барлығына бірдей жауыз емес. Мажарлар оны арғы бабасы санайды. Өйткені ғұн ордасы солардың жерінде қоныс тепкен болатын. Германдықтар жырларына қосып, ізгі патша Эцель деп атаған. Ал қазақ аңыздарында Атилла әділ де айбынды еділ есімімен есте қалды. Постскриптум. Ғұн империясы халықтар шайқасынан кейін көп ұзамай күйреді. Атилла қайтыс болған соң ғұндардың дәурені аяқталды. Бір бөлігі ұлы далаға қайта оралса, енді бір бөлігі Европада қалып, германдықтардың арасына сіңісіп кетті. Кейінгі ұрпаққа мәңгілік мұра, ұлы халыққа тән аңыздар мен сансыз жұмбақ қалдырды. Сіздермен бірге болған қалам балам. Біздің ролик ұнаса, арнамызды қолдап жібер. Сонда жаңа шығарылымдарды қалт жібермей көресің.